бәріңіздің проблемаңыз бар. Көп адамның проблемасы, енді көптеген әйелдердің проблемасы жалпы 50% бізде ақшаға байланысты тұрады. Қарыз, кредит, осы ақшаның потогын ашу. Ақша потогы любойыңызда ашылады. Любой адам бай бола алады. Енді осы жерде Алла ризық береді ғой, Алла пешенеге жазып қояды ғой дейтін сұрақтар пайда болады. Мынаны жағып жіберші бағым. Сен ойыңды өзгерткенде, мен сенің өміріңді өзгертемін. Алланың уәдесі бұл. Жер жаһанды жаратқан 19 мың ғаламның иесі Алла тағаланың сондай уәдесі бар. Сен ойыңды өзгерткенде, мен өміріңді өзгертемін дейді. Қаншама әйелдерді көремін, иә. Әрине біз айтып жатқан кезде, как будто мен бір кедей адамды мазақ қылып отқан сияқты боламын да, маған айтады елдер: ой, сіз білмейсіз ғой, сізге бәрі оңай ғой, сіздің ақшаңыз жетіп жатыр ғой дейді. Мен де тезек етіп жүрген адам, мен ешқашан оған намыстанған емеспін да. Мен де сол кедейшіліктен өттім ғой, мен де мемлекеттің мұқтаж болып оттым. Маған сол кезден бастап бір адам айтса, сол мен 11-12 жасымда мен жаңа мемлекеттің жетім балаларға берілетін киімін берді маған, иә. Сол кезден бастап ойыңды өзгерткенде өмірің ғажап болады дегенде, қазіргі жетістігім түк емес. Мен әлемді бағындыратын едім. Мен просто білген жоқпын. Мен 40-қа кеп білдім. Ойды өзгерту арқылы бай болуға да, бақытты болуға да, кез келген нәрсені жасауға болатын. Шетелге кеп той жасауға, шетелдің кез келген әншісін шақырып ала салуға болатындығын мен 40-қа кеп білдім. Соны сіздерге айтып жатырмын. Қолымнан келгенше айтып жатырмын. Мен 2017-де бастадым. 2017-де маған ілескен қыздар кім ол? Ол Назиза Ару болатын. Ол Қайша болатын. Қазіргі жетістіктерін көріп отырсыздар. Кеше Назиза Арудың парақшасын салып қойыпты, 350 миллион оборот жасадым. 350 миллион. Сіздер, көп адамдар оны бүкіл ғұмырында жасай алмайды. Әкесінің, анасының, ағасының, туған туысқанының доходын қосқанда 350 миллион емес, 30 миллионға жетпейтін адамдар отырып ортамызда. Ал олар сол кезден бастап біледі. Одан кейін 19-20 жыл ілескен қыздар бар ма? Бізде адамға бай болу үшін ең бірінші не істеу керек? Мен бай бола аламын деген өзіне шешім керек. Мен дәл қазір өздеріңізге шешім қабыл. Мен қазірден бастап баршылықта өмір сүремін деп шештім. Неважно, сіз Созақта тұрып жатсыз ба, Жаңақорғанның ауылында тұрып жатсыз ба, қалтаңызда 10 мың теңге бесе, сіз просто шешім қабылдаңыз. Хватит, болды, жетеді. Осынша уақыт тойдым, қарыз алып та тойдым, кедейшілікті де көрдім, езіліп те көрдім, біреуден қайыр істеп те көрдім. Осымен жетеді. Мен енді басқа волнаға өтем деп шешім қабылдадым. Енді шешім қабылдадыңыздар ма? Енді не істеу керек бізге? Енді бізге екінші шаг, бұл бірінші ниет. Ниет дегеніміз осы шешім қабылдау. Мен ниет еттім, бай болуға. Ең бірінші, біз бір нәрсені білу керекпіз. Біз байлықты жақсы көру керекпіз. Біз байлықты жақсы көріп тұрып жасыратын адамдар бар. Жақсы көріп тұрып, мысалы сен байлық үшін, ой, мен байлықты жек көрмеймін, ой, мен дүние қоңыз емеспін, Құдай ақшаның соңына түсіп кеткен адамдар. Ойбай Тұрсынбаеваның ойының бар ақша екен. Маған бір келіншек осыдан 4 күн бұрын хат жазып жіберіпті, ойыңыздың бар ақша екен деп жазып жіберіпті. Содан кейін перепискасын қарасам, осының алдында жазыпты, ойбай, біздің офлайн тренингпен деп 1 миллион теңге тұрады. 1 миллион теңге тұрады. Мысалы үшін қараңыздар, санаторияларға барғанда, сіздер 5-6 күн демалғанда, тәніңізді, сіз 500 мың, 1 миллион төлейсіз. Анталияға бір апта демалатын болсаңыз, мысалы бір отбасына 1,5 миллионға шейін төлейсіздер. Оған ешкім ештеңе айтпайды. Жай ғана теңізге шомылып түскенге. Ал менің офлайным 1 миллион дегенге бәрі шулайды. Не үшін? Мен адамның жанын емдейміз. Адамның 40 жыл, 50 жыл арқалап келе жатқан, мысалы үшін бізге өткенде 62-дегі апай келіп тұр. 62 жыл өзінің анасын қабылдай алмай келіп жатыр. 62 жыл азап шектім Айнұр деп келіп тұр да. Сондай жан жарақатымен жасауға біз 1 миллион қойсақ, ойбай, ұятсыз оңбаған дейді. Елдер 1 миллион теңгеге сумкалады, оған ешкім ештеңе деп жатқан жоқ. Әншілер бір тойға келгенде 2 миллион, 3 миллионға шейін әншілер алып жатыр. Тіпті өткенде мен өзімнің тойыма шақырайын деп бір қазақ қызын келсем, 3,5 миллионмен аламын деп айтыпты. Оған ешкім айтып жатқан жоқ. Ал менің 3 күн бойы оның жанын тазалап, оның бүкіл болмысымен, оның ата-анасымен бұзылып кеткен қарым-қатынасын жалғап, ақтер-көктер болатын жұмысыма 1 миллион. Оған ішінде жататын жер, тамағы бәрі десем, ойбай, не деген ұятсыздық, сұмдық деп қарайды да. Яғни бұл не деген сөз? Адамдардың байып кеткеніне біз түсіне алмай жатырмыз. Қалай мынау байып кетіп жатыр? Және байлық туралы айтатын адамдарды жек көріп жатырмыз. Мыналар қоғамды бұзатын болды. Байлық дейтін болды дейді. Ішінен өзі де бай болғысы келеді. Бірақ оны жасырады, өйткені өзінің қолынан кеп тұрған жоқ. Өзінің қолынан келсе, ол дұрыс бұлардікі деп айтатын еді. Ол өзі жасай алмай отқаннан не істейді? Бұлардікі дұрыс емес, жоққа шығады. Бұл адамның өзінің әлсіздігі. Сондықтан ең бірінші бай болу үшін керек нәрсе бұл бірінші ниет. Ең бірінші ниет. Бірінші ниетіңізді жөндеңіз. Ниетті қалай жөндейміз? Бай адамдар да жақсы, кедей адамдар да жақсы.